гемодиализге ең бірінші түскенде креатинім 1800 болды. Сонымен негізі біз оны вообще білген жоқпыз. Өзім Алматы облысы Қонаев қаласында салық басқармасында қызмет жасағам. Сонымен еңбек демалысын алып Таразға әке-шешеміздің үйіне барған кезде сол мезеттен бастап ауырдым. Давлением 220-ға көтерілді. Біз негізі почка ауырады деп мүлдем күдіктенген жоқпыз. Больницаға скорыймен барған кезде, может, Алланың жібергені шығар, бір дәрігер өзінен өзі креатинімнің анализін алды. Сонымен давлением түсіріп үйге қайтқанда таңғы 6-да менің өмірімді күрт өзгертті. Таңғы 6-да менің анама звонок түсті ғой, больницадан. Жедел түрде ұлыңызды больницаға алып келіңіз деген. Сонымен бәріміз аң-таң болып қалдық. Содан кейін таңғы 6-да больницаға барған кезде жедел түрде гемодиализ аппаратымен таныстым. Сол күн әлі есімде. Басында мен қарсылық білдірдім. Себебі әрбір гемодиализде жатқан пациент дейді ғой, соның көз алдында шығар, ең бірінші гемодиализге түскен азамат немесе азаматша түсер алдында келісімге қол қояды. Ана келісімді оқыған кезде мен жүрегім ауырды, былай қараған кезде. Өйткені артыңда 3 балаң бар. 3 балаң, мысалы, келісімде аппаратта сен өліп кету ықтималдығын көп деген сөзді оқыған кезде мен айттым, айналайындар, мен 3 балам жетілдіруім керек, мен бұлай гемодиализге жата алмаймын. Енді әке-шеше бар, әке-шешем бар, бәрі қолдады. Ода тұрған дым жоқ. Алла берем десе емін де береді, дертін де береді деді. Сонымен гемодиализ аппаратына жаттым. Ең бірінші алған ощущение, енді мен гемодиализге түскенге дейін 128 килограммдық үлкен томпақ жігіт болғам. 3 сағат гемодиализ қойған кезде мен 3 сағат естен танып ұйықтадым ғой, короче. Осыға дейін негізі дұрыс ұйықтай алмай жүргем. Значит, оның бәрі сол почканың ауруынан болған ғой. Әрбір ата-ана баласы ауырған кезде тез емін табуды амалдайды ғой. Донор іздедік. Сонымен бір, қалай айтады, Алла тағала салған жоқ, туған туысымнан ешкімдікі келген жоқ. Сонымен мен негізі әкемнен алам деген ойым болған жоқ. Әкем анализ тапсырып көрген кезде әкемдікі келеді деген осы Астанаға келіп, Мелс Нұрсейітовичпен таныстық. Сол кісі анализ бәрін тапсырғанда әкемдікі келеді деген шешім болды. 2024 жылдың 15 маусым айында, әлі есімде, ол аптаның 2-ші күні вторник еді. Біз операцияға келдік. Операцияға келген кезде мен диализді аптасына 3 мезгіл алам ғой. 1-ші күн, 3-ші күн, 5-ші күн. Среда күні диализге барған кезде менің кенеттен ыстығым көтерілді. Диализде жатқанда ыстығым 39 болды. Енді былай қараған кезде операцияға дайындалып келдік. Ешқандай аурумен ауырған жоқпыз. Кенеттен ыстық көтерілгенде операция кейінге қалды. Сонымен аптаның 6-ші күні әкемде давление кішкене, енді әке болғаннан кейін уайымдайды ғой әрбір істі. Давлениесі бір рет 150-ге көтерілді. Сонымен Мелс Нұрсейітовичтің ақылы, бұл 150 деген давление 2 почкаға нормально. Егер қазір мен әкемнен бір почкасын алатын болсам, 150 деген давление бір почканы өлтіріп қою ықтималдығы көп екен. Оны естіген бала ол әкесін ешқашан гемодиализге қимайды деп ойлаймын мен. Мен сразу бас тарттым, әкеме айттым, мен сізден аламаймын. Бір отбасыдан бір адам лучше гемодиализде жүре бергені жақсы. Енді бір құдай біледі ғой, әкемнің почкасы маған бүйрегі ол сініп кете ма, немесе отторжение бере ма. Содан біз ауылға қайттық. 2025 жылдың 1-ші маусымында мен Астана қаласына көшіп келдім. Себебі бізде бәріміз білеміз, оңтүстікте ыстық. Менің давлением көтеріледі, 200-210-ға дейін барады. Гемодиализден шыққан кезде бір есімді білмей шығам кейбір кезде. Өйткені давление деген кем дегенде 190-180 болып тұрады. Сонымен әке-шешеміздің рұқсатын алып Астанаға көшіп келдім. Осы жақта диализ алып жүрдім.
6 айдай диализ алдым ғой. Осы январдың 28-і өмірім өзгерді. Сол 27-сінен 28-ге қараған түні кешке мен ерте ұйықтап қалдым. Бір 8-де ма 9-да ұйықтап қалдым. Содан кейін примерно сағат 2:30-3-терге таман өзімен өзім оянып алдым да. Бір андай біреу түртіп оятқандай ояндым. Сонымен ұйықтай алмай жаттым, ары аунадым, бері аунадым. Сонымен сағат 4:40-тарда ма қой ұйықтайын деп көзім ілініп бара жатқан кезде телефоныма звонок түсті ғой. Бейтаныс нөмір. Алдым. Алло, Ырысбай Әлішер ма деді. Жүрегім зу ете қалды. Сағат таңғы 5-те мені кім іздейді? Ырысбай Әлішер ма деп. Мен Ырысбай Әлішер дедім. Сіз бүйрек ауыстыру бойынша порталда очередьте тұрсыз ба деді. Тұрмын дедім. Онда Керей Жәнібек хандарға больницаға келіңіз деді. Түсінбей қалдым мен негізі. Өзім кішкене ұйқыға кетіп баратқаннан кейін жарайды дедім де, телефонды өшірдім де, бірақ шын айтқанда мен оны қабылдаған жоқпын. Сонымен телефонды өшірдім де, ары қарай жата бердім. Ойланып жатыр, маған кім звондайды таңғы 5-те. Себебі бұндай телефон шалу маған өмірімде бірінші рет. Мен бұны Қазақстанда ондай звондайды деп күткен жоқпын, шынымен. Сонымен екінші рет звондады. Алдым. Сіз келесіз ба шынымен деді. Орнынан атып тұрдым. Қазір келем деп. Сонымен 10 минуттың ішінде жетіп келдім. Сөйтсем, осы жерде 3 адам отырды. Мен 4-ші болып келдім. Сосын артымыздан бір апай келді. Сонымен 5 адам азаннан бастап не өттік, анализдер тапсырдық, полный обследование өттік. Сағат 2-лерде обследование бітірдік. Өзім ойланып қойым, әке-шешеме ешкімге айтқан жоқпын. Үйде әйелім ғана біледі, бірақ айттым, әйеліме ешкімге айтпа. Егер ол болмай қалса үміт қой, әрбір ата-ана үміттенеді ғой, болса екен деп. Бірақ мен өзім де сенбей келдім бірінші. Именно мені таңдайды, мен сол күні диализден арылам деген үмітпен келген жоқпын мен. Өйткені мен сенген жоқпын оған. Сонымен консилиум болды, медицина учреждениеге шығып айтқан кезде көзімнен жас кетті. Ырысбай Әлішер барады дегенде. Тез жылдам деп атқанда мен отбасы WhatsApp чатына жазып үлгердім. Мен кетіп баратырмын операцияға деп. Сол мезетте әке-шешем Тараздан ұшып келді бірден. Қазір жақсы, Аллаға шүкір. Мен операцияға келгенде креатинім 1100 ба, 1200 ба сондай мен келегім. Қазір 134-ке түсті. Аллаға шүкір. Қазір больницада 13 күн жатырмын. 13 күнде мен егер бүйрек қойып бермегенде маған, мен 5 рет диализге баратын едім. Шынымен. Негізі былай басқа салмағаннан кейін көбісі түсінбейді диализ деген не екенін. Диализ деген өлім мен өмірдің алпалысы ғой былай қарағанда. Шын айтқан кезде мен күткен жоқпын әпке. Енді Алладан сұрайсың ғой, тезірек операция жасақ деп. Бірақ маған именно осы звондап, Әлішер деп звондаған, мен звонок күткен жоқпын. Бірақ үміт болды. Былай қараған кезде. Енді шет елдерде жасап жатырады ғой, мысалға трупный донор не деп. Негізі оны басқа салған адам ғана түсінеді екен. Және де мен мысалға айтар едім, соны қатты тезірек дамыту керек. Себебі біз сияқты оған мұқтаж адамдар көп та, былай қарағанда. Мұқтаж адам көп, и соған кішкене көмек беру керек сияқты. Мысалы шетелге барған ол қыруар ақша. Оны көбісінің қалтасы көтере бермейді. Үкіметте тегін. Бүкіл жағдай жасалған. Қандай больницада жатырмыз былай қараған кезде. Тамағы дәмді, персоналдары жақсы. Врачтары күндіз-түні осында. Мысалы көбісі ойлайтын шығар, операция жасап береді, отделениеға шығарады болды деп. Күндіз-түні, түнгі сағат 3 дейсіз ба, медицина учреждениесі сайт ағалар осы жерде жүреді. Мұхтар. Мен Алла разы болсын, шынымен. Біздің медицина шетелден кем емес, артық болмаса, былай қараған кезде. Шүкір, жақсы. Медицина учреждениесіне рахмет. Осы больница ұжымына рахмет. Ең бірінші Аллаға рахмет. Алла тағала берді. Медицина учреждениелер
Алланың аманатын салып берді. Қатты қуаныштымын.